Әлемнің ең үздік ойыншылары Роналду мен Месси бір-біріне жылдар бойы қарсылас болып келеді. Екеуінің де трофейлер саны бірдей еді. Бірақ 2022 жылы Месси әлем чемпионатының кубогын жеңіп, Роналдудан бір саты жоғарылап кетті. Және біз бүгінгі видеода екеуін қайта теңестіру үшін Роналдуға әлем чемпионатын жеңуге көмектесетін боламыз. Біздің ең бірінші мақсатымыз Роналдуды топ-5 лигаға оралту. Футбол әлемінде Роналдудың Байерге ауысады деген қауесеттер тараған болатын. Біз соны шындыққа айналдырып, Роналдуды Байерге жібердік. Біздің Байер сапындағы дебютымыз Баварияға қарсы Германия суперкубогында болды. Және Роналду қосалқы құрамынан шықты, бірақ та Байер клубы 3-0 есебімен жеңіліп жатыр. Біз қазір барынша камбэк жасауға тырысатын боламыз және қазір айып тобы орын алады. Керемет мүмкіндік, соққы жасаймыз, алайда қорғаушы құтқарып қалды және бұрыштама орын алатын болады. Енді қазір бұрыштаманы көтереміз және бол ойыншымен пас беріп, соққы жасап көреміз. Соққы қауіпті болды, алайда қақпа бағанасына тиді. Пас береміз және Роналдуға қазір жоғарымен көтеріп пас бердік. Керемет мүмкіндік, қазір алдыға қарай жүгіре береміз. Алдымызда қазір бір ғана ойыншыны алдап өтсек, керемет мүмкіндік туындайды және оны керемет алдадық. Қазір соққы бақтауға керемет мүмкіндік, бірақ бұл жерде пенальти. Қарсылас команда ереже бұзды. Қазір пенальтиді орындайтын боламыз және қазір бейнеайталығын қарайық, қалай олардың ереже бұзғанын. Міне негізі керемет мүмкіндік туындаған еді осы бір жерде Криштианоға, бірақ осылайша ереже бұзылды. Енді қазір Роналду пенальтиді орындайтын болады. Қазір Роналдуға ауыстырамыз және қазір соққыны бағыттайтын боламыз. Күтеміз, осындай керемет мүмкіндік болған және болды. Соққы бағыттадық, керемет гол соқтық, есепті қысқарта алдық. Есеп 3-1. Ойын ортасынан бастады қазір және керемет қылып допты тартып алдық. Енді алдыға қарай жүгіре беріп, бол ойыншыға пас шығарып беретін боламыз және соққы бағыттауға болады. Соққы бағыттаймыз және есеп 3-2 тіпті. Қазір біз есепті 3-2-ге дейін қысқарта алдық. Енді тағы бір гол соқсақ, есепті теңестіретін боламыз және бұл жерде барлық ойыншылар қуанып жатыр. Роналду доппен иелік етіп келе жатыр. Қазір тағы да гол соғуға керемет мүмкіндігіміз бар. Бір ойыншыны алдап өтті және пас берді. Соққы бағыттауға болады. Соққы және керемет мүмкіндік еді ғой. Ой, есеп осылайша өкінішке орай 3-2 есебімен аяқталды. Камбэк жасауға өте жақын едік және суперкубоктың иегері өкінішке орай Бавария клубы атанды. Роналдудың кезекті ойыны Чемпиондар лигасындағы Челсиге қарсы ойын және біз 1-0 есебімен алдамыз. Доп қарсылас командада және Роналду керемет қылып допты тартып алды. Енді қазір керемет мүмкіндік, тамаша пас шығарып берді және бұл жерде керемет 1-1 қалды. Соққы жасады және есепті 2-0-ге жеткізді. Біздің жеңіске деген мүмкіндігіміз одан сайын арта түсті. Роналду бір өзі алдыға қарай беттеп келеді. Қазір пас шығаруға дайындалатын боламыз және пасты шығарамыз, бірақ та доптан айырылып қалдық. Бұл жерде қызық жайт орын алды және тіпті қазір пенальти орын алады. Қателеспесем ойыншының қолына тиді. Қазір бейнеайталудан бәрін нақтылайтын боламыз. Міне көріп тұрсыздар. Осылайша қақпашы бұл жерде теуіп жүрген болатын. Дәл солай ойыншының қолына тиді. Қазір тағы да Роналду пенальтиді тебетін болады және голға айналдыруға бар күшін салды. Соққы жасады, бірақ та пенальтиді қайтарып тастады бұл жерде. Осылайша ойын аяқталды. Алғашқы турымызда 3 ұпайға ие бола алдық. Осылайша сенімді жеңіске жеттік. Чемпиондар лигасының екінші туры және Роналду бұл ойында негізгі құрамнан шықты. Роналдуға әдемі пас шығарып бере алды және Роналду бір ойыншыдан керемет өтіп кетті. Енді соққы жасауға болады және соққы бағыттады. Гол. Есеп 0-1. Осылайша Байер клубы алға шықты және бұл небәрі 16-шы минут. Атлетико қазір қауіпті шабуылға беттеп келе жатыр және бұл жерде өкінішке орай пенальти қазір орын алатын болады. Абайсызда Байердің ойыншысы ережені бұзып қойды. Қазір енді бар үміт қақпашыда және керемет сайып жасады қақпашы. Осылайша біздің қақпашы голдан аман сақтап қалды. Өте тамаша. Осылайша бірінші тайм аяқталды. Роналдудың жалғыз голы Байерді алға шығарып тұр. Тамаша пас бере алды. Енді қазір алдыға жүгіре беріп Роналдуға пас беруге болады және соны орындадық та соққыны бағыттаймыз. Есеп 2-0. Роналду осылайша дубльдің авторы атанып отыр және біздің жеңіске деген мүмкіндігіміз арта түсті. Тағы да қазір біз қапталдан шабуыл ұйымдастырып жатырмыз және Роналдуға қайтадан пас береміз. Соққыны бағыттаймыз және Роналду хет-триктің авторы атанды. Тамаша, бұл ойынның үздігі екенін айтпасақ та түсінікті шығар. Және қазір бейнеайталуын қарап жіберейік, қалай гол соққанын.
Міне қазір жанкүйерлері барлығы қуанып жатыр. Міне осы жерден Роналдуға пас шығарып берді, ал Роналду болса бірге-бір келіп, керемет соққысын орындап, есепті тағы да 3-0-ге еселеп отыр. Бұл жолы Роналду алға беттеп келе жатыр және керемет пас шығарып берді. Бірге-бір қалды, соққы бағыттады, тамаша гол соқты, бойынан іліп. Осылайша Роналду бұл ойында 3 голмен және 1 голдық паспен көзге түсіп отыр, және Байер клубы Атлетико Мадридті мүлдем аяған жоқ. 4 голды пытырлатып салып тастады. Атлетико клубы қазір шабуылда келе жатыр, алайда өкінішке орай 89 минутта гол жіберіп алдық. Ойын дәл осы есеппен аяқталды және Роналду хет-триктің авторы атанғандықтан Чемпиондар лигасының добын өз үйіне алып кетеді. Ал және Байер өзінің кезекті 3 ұпайына ие болып отыр. Келесі қарсыласымыз өте қиын қарсыластардың бірі болып саналатын Барселона клубы. Қазір осы клубқа қарсы керемет ойын көрсетуге тырысатын боламыз. Есеп әлі де 0-0, ешкім жеңілгісі келіп жатырған жоқ, алайда қазір бізде керемет тамаша мүмкіндік туындады. Пас береміз Роналдуға. Роналду 85 минутта есепті ашып, осылайша Байерге жеңіс сыйлады десек те болады. Бар болғаны 5 қана минут. Өте тамаша. Роналдудың Европаны сағынғаны көрініп тұр. Тамаша. Байер клубы тағы да осылайша жеңіске жетіп, кезекті 3 ұпайына қол жеткізіп отыр және жалғыз голдың авторы бізде Криштиану Роналду. Осылайша Байер клубы 5 турдан кейін 4 рет жеңіске жетіп, 1 рет тең ойнап, 13 ұпаймен жалпы келесі кезеңге еш күмәнсіз шықты десек те болады және келесі ойындарға өтейік. 1-8 финал қайтадан Барселона клубымен кездесіп отыр және өкінішке орай бірінші ойында 3-1 есебімен жеңіс таптық. Енді есепті қайтадан теңестіруге бар күшімізді салатын боламыз. Қазір қарбалас шабуылды пайдаланамыз. Роналду керемет ашыла алды, допқа жетті. Енді тағы да соққы бақтауға керемет мүмкіндік. Соққы жасадық және есеп 3-2. Алғашқы голды салдық. Енді тағы бір голды соқсақ, есепті теңестіретін боламыз. Ой-ой, доптан айырылып қалдық және Левандовскийде керемет мүмкіндік, тепкізбеу керек, алайда өкінішке орай Левандовский есепті теңестіріп кетті. Және біз осылайша осы жерден жорығымызды аяқтадық десек те болады. Қазір бір гол соқсақ та, екінші голды соғуға уақытымыз жетпейді, бірақ та керемет мүмкіндік бұл жерде туындаған еді. Бірақ Барселона қорғаушылары сәтті қорғанды. Осылайша ойын аяқталды. Чемпиондар лигасынан ұшып кетті өкінішке орай. Және біз келесі ойындарды жалғастыратын боламыз. Осылайша біз бірінші мақсатымызды орындадық. Енді екінші мақсатымыз Роналдумен бірге әлем чемпионатын жеңу. Және Португалия өз тобында еш қиналмастан 3 ойында да 3 рет жеңіске жетіп, 9 ұпаймен келесі кезеңге өтті. Португалияның 1-8 финалдағы қарсыластары Марокко атанды. 2022 жылы болған кекті осы жолы қайтаратын боламыз. Марокко қауіпті шабуылды бастап келе жатыр және бұл жерде бірге-бір қалды десек те болады, соққы жасатпау керек, алайда 12 минутта өкінішке орай гол жіберіп алдық. Енді лезде қайта есепті теңестіруге жетпіз. Тағы Роналду қапталмен керемет алға беттеп келе жатыр және соққы бағыттады, бірақ топ әлі де бізде, әлі де мүмкіндік бар. Пас береміз және Роналдуға пас береміз де соққы жасаймыз. Тамаша, есеп 1-1. 25 минутта есепті теңестіріп отырмыз. Керемет пас берді және Роналду қақпашымен бірге-бір қалды. Қазір соққы бағыттауға болады. Соққы және есеп 2-1. 43 минутта біз камбэк жасап алға шыққан болатымыз және Роналду дубльдің авторы атанды. Тағы да керемет мүмкіндік туындап тұр. Қазір Роналдудың ашылғанын күтеміз. Пас бердік, соққы бақтауға болады. Соққы және Роналду хет-триктің авторы атанды. Өте тамаша. Осылайша ойын 3-1 есебімен аяқталды және Роналду бұл ойынның қаһарманы атанды. 3 голдың авторы. Осылайша әлем чемпионатының добын өз үйіне алып кетеді. Ал келесі ойын бізде Францияға қарсы. Францияның әлеуетін айтпасақ та білесіздер. Осылайша 90 минут бойы қос тарапта тең тарқасты. Ендігі кезек бізде қосалқы таймдар. Өкінішке орай Роналду алаңнан кетті және қазір біз ойынның есебін бірден көретін боламыз. Португалия құрамасы жеңіске жетті және Пальняның жалғыз голы бізге жеңіс сыйлап отыр. Ол тіпті бізде қосалқы құрамнан шыққан екен. Өте тамаша нәтиже көрсете алдық және біз қазір 1-2, яғни жартылай финалдамыз.
Ал 1-2 финалдағы қарсыластарымыз Испания өте қиын қарсылас, бірақ бар күшімізді салатын боламыз. Роналду алды қарай беттеп келеді, соққы бақтауға болады, соққы жасадық, бірақ құтқарып қалды және бұл жерде пенальти. Ойыншының қолына тиді дейді төреші. Қазір бейне қайталаудан бәрін анықтайтын боламыз. Қазір міне қарайық, осы бір жерде Роналду соққы жасады. Я, расында да қолына тиген екен және Роналду қазір пенальтиді орындайтын болады. Біз үшін өте маңызды пенальти және қазір Роналду орындады соққы және есеп 0-1. 12-ші минутта Роналду есепті ашып отыр. Осы ойыншыға пас береміз және қазір ұйықтатқызып кетті соққы және есеп 2-0. Бернардо Силва өте тамаша голдың авторы атанды. Бұл голды қазір бейне қайталаудан қарайтын боламыз. Осы ойыншыны алдап керемет соққыны бағыттады. Соққының өзін қараңыздаршы қандай әдемі және есепті 2-0-ге жеткізіп отыр. Роналду қазір топқа елік етіп келе жатыр, алды қарай беттеуде және бұл жерде міндетті түрде қызыл қағаз. Я, дәл солай. Қызыл қағазға лайықты, өйткені артынан келіп бізге, яғни Роналдуға ереже бұзып отыр. Міне қараңыздар, қызыл қағазға өте лайықты. Және қазір ауысымдар орын алып жатыр. Осыдан кейін қазір біз міне айып добын орындайтын боламыз, барынша гол соғуға тырысамыз. Осы бір жерден соққыны бағыттадық және ойыншының басына тиді. Тамаша, осылайша Португалия клубы финалға жолдама алып отыр. Бір ғана қадам қалды. Енді финалға бар күшімізді салатын боламыз. Өте тартысты финал болмақ, өйткені Португалияның қарсыластары Англия. Бұл ойында 90 минут бойы ешқандай гол болмады. Қазір енді ойынның аяқталғанын күтеміз және одан кейін біз қазір тағы қосалқы таймдарды өткізетін боламыз. Допты қазір тартып алу қажетпіз. Тамаша тартып алды. Тамаша пас. Енді Роналду қазір ашылуы тиіс. Роналдуға пас берді. Соққы жасауға болады. Соққы және есеп 0-1. Португалия құрамасы алға шықты. Жеңіске бір қадам жақындады және гол авторы тағы да Криштиану Роналду. Ойын аяқталды және Португалия құрамасы жеңіске жетті. Роналду өзінің әлем чемпионатын жеңіп отыр және Мессимен теңесті. Осылайша Роналду қиын жолдармен әлем чемпионы атанып, өзінің мақсатын орындады. Видео соңына да келді. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.